Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен красный бархат болып пісіретін, яғни пирогтың рецептімен бөлісемін. Керемет, дәмді, әрі жасалу жолы да оңай пирог. Сіздерде жасап көріңіздер. Осындай болып шығады. Ең бірінші алдымен бізге бір жұмыртқа керек, яғни бір жұмыртқаны алып, оған азғантай қант қосамыз, яғни шекер қосамыз. Мен осындай қамырына көп не қоспадым. Қант, яғни 3-4 қасықтай ма шағын қасықпен қостым тек қана. Өстіп қантымызды қосып аламыз, аздап былғаймыз. Сосын үй температурасында, яғни бөлме температурасында еріп тұрған майды салуымыз керек. Менен сәл кештеу шығарым қалды да, майым сәл қаттылау болып қалды. Негізі өте жұмсақ, сондай болу керек. Бөлме температурасында жібіп тұру керек, яғни майымыз. Бұның шамалы сәл-пәл қаттылау болды, кештеу шығып қалып, бірақ ештеңе қалмайды. Өстіп оны шекерімізбен және қантымызбен, жұмыртқамызбен араластырамыз. Осылай жақсылап барлығын араластырып, шекеріміз ерейтіндей болуы керек. Енді мінекей өстіп араластырамыз, ештеңе қалмайды. Сәл қаттылау болған екен, қамырымен кетіп қалады. Одан кейін қамыр қопсытқышты, яғни разрыхлительді алып, бұдан да бір қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. Мінекей кішкене шай қасықпен салып, бұны да қосамыз. Одан кейін какао порошок дегенде көп емес, бір қасық қана қостым. Одан кейін бізге керегі қызыл бояу, яғни неғылатын сұйық бояуы. Порошокке қарағанда бұл бояу сәл жақсы неғылады, бояу жақсы не береді, түс береді. Мен мінекей осындай қостым. Негізі бір қасық қосу керек. Кішкене қалған екен, ішінде соны қостым. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды қосып, барлығын біріктіріп, басын біріктіріп отырып, қамыр, яғни бізде песочный өте үгілмелі қамырымыз шығуы керек. Енді жаңа қызылды бояуымызды салып болғаннан кейін осындай қызыл қамыр шығуы керек. Мінекей осындай болып шықты біздің қамырымыз. Бұдан енді кішілеу бір бөлігін аламыз да, бұны морозильникке салып қатырып қоямыз. Одан кейін үлкен бөлігін алып, бұда жаңағыдай не жасаймыз, қазіргі пирогымызды жасаймыз. Енді салмасына 20% мен жаңен алдым, қаймақты алдым, сметанды. Осы сметаннан 4-5 қасықтай салдым, яғни салып болған 20%-ын алдым. Негізі содан кейін қантты қостым. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай 100 граммның шамасындай ма, 150 граммдай болатын шығар. Сондай қантты қостым. Негізі бұны творожный сырмен жасайды. Бірақ енді қолда творожный сыр болмағандықтан мен қаймақпен жасап жатырмын. Және бір жұмыртқамызды қосып, барлық осы немізді, салмамызды араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Блендердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Мен осы қасықтың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі қылып араластырып алдым. Енді осы жаңағы қамырымызды алып, біздің формамызға салатын осындай қылып жақсылап, яғни қолымыздың көмегімен әдемілеп, жиектерін әдемілесеңіздер де болады. Вилканың, шаншқының көмегімен әрлесеңіздер де болады. Енді мінекей өстіп қолыммен жақсылап басып шықтым. Ортасын басып, яғни қамырымыз көтеріліп кетпес үшін ортасында басып қойсаңыздар болады. Жиектерін әдемілеп, неге жасағанда, сарханға қойғанда да әдемі көріну үшін жиектерін қолдың көмегімен әдемілеп, жіңішкелеп басып алсаңыздар болады. Және ортасында басып қою керек, өйткені пісірген кезде қамыры ортасы көтеріліп кетуі мүмкін. Одан кейін мінекей біздің жаңағы салмамызды құямыз. Көріп тұрсаңыздардай осылай құйып алдым да, азғантай мінекей кішкене ғана, сәл-пәл ғана қойып алуға болады, газдың астына пісіріп, яғни салмауға да болады, өздеріңіз қарайсыздар. Өстіп жаңағы екінші кішкентай бөлігімізді жаңағы қатырып алу керек, сөйтіп үкіштен өткізу керек. Енді ұзақ уақыт тұрмағасын, сәл-пәл қатын қырамапты, морозильникте тұрып. Негізі қатқан кезде үкіштен өткізіп салған дұрыс, сонда әдемі болып шығады.
сонда да мен енді күштен өткіздім де қолымның көмегімен сәл-пәл себелеп отырып салдым. Мінекей пирогымыз пісті. Мен бұны 180 градуста жарты сағат пісіріп алдым. Мінекей пирогымыз өте дайын болды. Керемет, дәмі де күшті болды. 1-2 сағат холодильникте ұстап, содан кейін тамаққа, шайға жеуге болады, яғни қонаққа қоюға да болады, дастарханға. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.